1975 жыл, Париж. Қыркүйектің еш нәрсесімен ерекшеленбейтін бір күнде театр режиссері Жан-Клод Котьярдың отбасында Марион есімді қыз дүниеге келеді. Қатарластарымен ортақ тіл таба алмайтын Марион балалық шағының көп бөлігін театр сахнасында дайындалып жатқан ата-анасын бақылаумен өткізеді. Көп ұзамай Котьяр жанұясы Франция орталығындағы Орлеан қаласына көшіп келеді. Шығармашылықпен айналысатын отбасыда Марион да өнерден құр қалмады. Мектеп қабырғасында жүргенде ол классикалық би және вокалмен айналысады. Ал жоғарғы сыныптарда мектеп бағдарламасынан тыс актерлік шеберлікті де меңгереді. Актриса театр сахнасында да үлкен жетістіктерге жете бастайды. 1997 жылы ол «Прекращенное дело» пьесасында ойын үшін Тони жүлдесіне ие болады. Марион кино әлеміне 1993 жылы «Горец» телесериалындағы ойынымен аяқ басады. Осындай дебюттен кейін оның үлкен экрандағы алғашқы ойыны Филипп Арельдің фильмдегі Матильданың рөлі болды. Ал 1996 жылы ол Колин Серраның «Зеленая красавица» фантастикалық комедиясында бой көрсетеді. Алайда актриса кең танымалдылыққа Люк Бессонның «Такси» фильмдегі ойын үшін ие болды. Керемет оқиғалары мен Марсель көшелеріндегі көлік жарыстарымен есте қалатын фильм әлем кинематографиясында бүгінгі күнге дейін өзіндік орны бар. Ал Марион фильм арқылы Франция көрермендеріне ғана емес, сондай-ақ шетелдік көрермендерге де танылды. Бұл ойын үшін ол болашағынан ең көп үміт күттіретін актриса ретінде Франция киносындағы Сезар жүлдесіне үміткер атанды. Марионның «Таксидегі» рөлі 2000 және 2003 жылдары жалғасын табады. Бұл фильмдердің арасында ол «Миленькие штучки» және «Лиза» тәрізді фильмдерге түседі. Сондай түсірілімдер кезінде ол өзінің қазіргі жұбайы, актер және режиссер Гийом Канемен кездеседі. Сол жылы актрисаға Голливудтан қоңырау шалынады. Атақты режиссер Тим Бертон Марионды өзінің «Крупная рыба» атты лентасын шақырады. Осы сәттен бастап ол голливудтық фильмдерге түсу мақсатында ағылшын тілімен жұмыс жасай бастады. 28 жасына қарай актрисаны режиссер Жан-Пьер және «Долгая помолвка» драмасында түсіреді. Кинодағы рөлі үшін Котьяр Сезар жүлдесіне ие болды. Дәл осы кинодан кейін көптеген продюсерлер Марионның коммерциялық жобалардан түсуден басқа драмалық рөлдерді де ойнай алатынына куә болды. Көп ұзамай режиссер Оливье Даон 31 жасар актрисаны Эдит Пиафтың өмірбаянына негізделген «Жизнь в розовом цвете» фильмдегі бас рөлге шақырады. Режиссер Котьярдың ойынын актриса Пиафтың рөліне кіргенде Марион лезде жоғалады. Ол қаһарманын ойнамайды, ол қаһарманын айналады деп бағалады. 2007 жылы әлемдік премьерадан кейін картинаны үлкен жетістіктер күтіп тұрды. Марион бұл рөл үшін карьерасындағы ең үлкен жүлде Оскар сыйлығына ие болды. Marion Cotillard, La Vie en Rose. Осындай жетістіктерден кейін актрисаға Голливуд есігі кеңінен ашылды. 2009 жылы Майкл Манның «Джонни Ди» драмасы мен Роб Маршалдың «Дэвид» мюзиклінде түседі. Ал келесі жылы актриса мен Кристофер Ноланның «Начало» фильмі жарық көрді. Фильм Кинопоиск және IMDb порталдары бойынша кино тарихындағы үздік фильмдердің алғашқы ондығында. 2011 жылы Марион Вуди Алленнің «Полночь в Париже» мелодрамасы мен қазіргі күнде өзекті фильмге айналған Стивен Содербергтің «Заражение» триллерінде түседі. Келесі жыл Кристофер Нолан актрисаны «Темный рыцарь. Возрождение легенды» фильмінде Бэтменнің көмекшісі және экология белсендісінің рөліне шақырады. Марион өмірде де Greenpeace ұйымының белсендісі. 2013 жылы актриса басты рөлде Джереми Реннер және Хоакин Феникспен «Роковая страсть» фильміне түседі. Ал 2015 жылы актриса Шекспирдің «Макбет» пьесасындағы экранизациясында Майкл Фассбендермен жұп құрды. Келесі жылы Марион танымал компьютерлік ойынның желісіне негізделген «Кредо убийцы» фильмде бой көрсетеді. Осы жылы актрисаны Ксавье Доланның «Это всего лишь конец света» драмасынан да көре аламыз. Марионның соңғы ірі голливудтық жобаларының бірі «Союзники» фильмі. Басты рөлде Брэд Питтпен түскен романтикалық трейлер $85 миллион бюджетпен көп жетістіктерге жетпегенімен көрермендермен жылы қабылданды. Бүгінгі күнде француздық Анджелина Джолиге айналған ол өзіне сыни көзқараспен қарауды тоқтатқан емес. Осымен шығарылымыз соңына жетті. Ал сіз актрисаның қай рөлін үздік санайсыз?